Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қызылша бойынша эпидемиологиялық ахуал және ұжымдық иммунитеттің маңызы туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлер Дергүл Мұхамедқызы Агадилова, шаруашылық жүргізу құқығындағы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны директорының емдеу ісі жөніндегі орынбасары. Ақжарқын Өтеғұлақызы Темірханова, Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы басшысының орынбасары. Алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз тізгіні Дергүл ханым, өзіңізде. Мархабат. Құрметті әріптестер, облыс тұрғындары, 2026 жылғы 10 ақпандағы жағдай бойынша Батыс Қазақстан облысында қызылша ауруының өсуі байқалуда. Егер 24-25 жылдары сырқаттанушылар айқын төмендеп 100 есеге азайған болса, 25 жылдың желтоқсан айының соңынан бастап жаңа эпидемиологиялық өршуі басталды. Өткен жылдың қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда ауруханаға жатқызылғандар саны 27,5 есеге 4 жағдайдан 110 жағдайға дейін өсті. 26 жылдың басынан бері облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына қызылшамен 110 науқас жатқызылды. Шығарылғаны 75, емін жалғастырып жатқаны 35 адам, оның ішінде 29-ы балалар, 6-ы ересектер. 110 науқастың ішінде 91-і балалар, 84,5-17-і ересектер, 25-і бала, 1 жасқа дейінгі 22% құрады. 29 науқас баланың 59 жағдайы зертханалық түрде расталды. Қалғандары қосымша тексеру кезеңінде. Ерекше атап өтемін, 93 баланың 87-сі 93% қызылшаға қарсы егілмеген. Қызылшамен сақтандырушылықтық өсу тек біздің өңірде ғана емес, соңғы жылдары әлемде қызылша ошақтарының саны артып кетеді. COVID-19 пандемиясынан кейін көптеген елдерде жоспарлы вакцинациямен қамту төмендеп, егілмеген адамдар саны көбейді. 23-25 жылдары Еуропа, Азия, Африка және таяу шығыс елдерінде ірі өршулер тіркелді. Қызылша әлемдегі ең жұқпалы инфекциялардың бірі. Иммунитет болмаған жағдайда байланыс кезінде жұқтыру ықтималдығы 90%-дан асады. Қызылша несімен қауіпті? Қызылша балаларға тән жеңіл инфекция емес, ауыр өтіп, күрделі асқынуларға әкелуі мүмкін. Пневмония, ауыр ларинготрахеит, отиттер, энцефалит, орталық жүйке жүйесінің зақымдануы, сирек жағдайда өлім. Әсіресе 1 жасқа дейінгі балалар, егілмеген балалар мен ересектер, жүкті әйелдер және иммунитетті әлсіреген адамдар осал топқа жатады. Реанимацияда жатқан науқастардың болуы аурудың ауыр ағымын қауіп дәлелдейді. Қызылшаға қарсы арнайы вирусқа қарсы ем жоқ. Қорғанудың жалғыз сенімді жолы это вакцинация. Вакцинация ұлттық профилактикалық егулер күнтізбесі аясында жүргізіледі. Бірінші дозы 12 айында, ревакцинация 6 жасында. 2 рет егілу 95-дан астам жағдайда қорғаныш қалыптастырады. Аурухананың басым көпшілігі егілмегендер. Бұл қазіргі өршудің негізгі себебі вакцинациямен қамтудың төмендеуі және сезімтал халық жиналуы екенін айқын көрсетеді. Енді оған не істеу керек? Балалар мен ересектердің вакцинация мәртебесін тексеру керек. Егілмегенге толықтыру, қалпына келтіру иммундауын жүргізу және 6 айдан 10 айға дейін аралығындағы нәрестелерге қосымша иммундау жасау. Симптомдар пайда болғанда жоғары температура, жөтел, мұрынның суағу, көзінің қызару, бөртпе болған жағдайларда дереу дәрігерге қаралып байланыстарды шектеу. Құрметті ата-аналар, вакцинациядан бас тарту немесе кейінгі қалдыру балаңыздың ауыр ауруға шалдыру қаупін арттырады. Вакцинация өмірмен денсаулықты қорғау. Жағдай облыстық денсаулық сақтау органдарының тұрақты байқалуында эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіліп, инфекция ошақтарына мониторинг күшейтілді. Уважаемые
Коллеги, уважаемые жители области, по состоянию на 19 февраля 2026 года в Западно-Казахстанской области отмечается рост заболеваемости корью. Если в 2024-2025 годах наблюдалось выраженное снижение заболеваемости в 100 раз с 1603 случаев до 16 случаев, то с конца декабря 2025 года начался новый эпидемиологический подъем. В сравнении с январем и февралем прошлого года число госпитализированных увеличилось в 27,5 раза, с 4 до 110 случаев. С начала 2026 года в областную инфекционную больницу госпитализировано 110 пациентов с корью, выписано 75, продолжает лечение 35 человек, из них 29,6 взрослых. Из 110 госпитализированных это 93 дети, что составило 84,5%. 17 из них взрослые, 25 из них детей до 1 года, которым еще вакцинации не было показано по срокам. Из 93 заболевших детей 59 случаев лабораторно подтверждены, остальные находятся в стадии дообследования. Особо подчеркиваю, что 87 из 93 детей, это 93,5% детей, не привиты против кори. Рост заболеваемости кори отмечается не только в нашем регионе. В последние годы в мире регистрируется увеличение числа вспышек. После пандемии COVID-19 во многих странах снизился охват плановой вакцинации, что привело к накоплению большого числа непривитых лиц. В 2023-2025 годах крупные вспышки зарегистрированы в странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Корь остается одной из самых заразных инфекций в мире. При отсутствии иммунитета вероятность заражения при контакте превышает 90%. Чем же опасна корь? Корь – это не безобидная детская инфекция. Заболевание может протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения: пневмонию, тяжелые ларинготрахеиты, отиты, энцефалит, поражение центральной нервной системы, в редких случаях летальный исход. Особенно уязвимы дети первого года жизни, непривитые дети и взрослые, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом. Наличие пациентов в реанимации подтверждает риск тяжелого течения заболевания. Специфического противовирусного лечения кори не существует. Единственная надежная мера защиты – это вакцинация. Вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. Первая доза в 12 месяцев, ревакцинация в 6 месяцев. Двухкратная иммунизация формирует защиту более чем у 90% привитых. Подавляющее большинство заболевших – это непривитые лица. Это наглядно демонстрирует, что основной причиной текущего подъема заболеваний является снижение охвата вакцинации и накопление восприимчивого населения. Что необходимо нам всем сделать? Это проверить прививочный статус детей и взрослых, обратиться в поликлинику при отсутствии прививки или сведений о ней, провести наверстывающую иммунизацию непривитых лиц и дополнительную иммунизацию в возрасте детей от 6 до 10 месяцев. При появлении симптомов высокая температура, кашель, насморк, покраснение глаз, сыпь, немедленно обратиться к врачу и ограничить контакты. Уважаемые родители, отказ или отсрочка от вакцинации увеличивает риск тяжелого заболевания у вашего ребенка. Вакцинация – это защита жизни и здоровья. Ситуация сегодня находится на постоянном контроле органов здравоохранения областей, проводятся противоэпидемические мероприятия и усилен мониторинг очагов инфекции. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, облыс тұрғындары. Бұл бағытта бойынша енді облыс білім басқармасына қарасты барлық мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, олардың негізгі бағыттағы жұмысы бұл енді қызылша жұқпасы бойынша эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру, аурудың таралуын алдын алу және санитариялық эпидемиологиялық талаптарын түсіндіру мақсатында бұл енді негізінен ата-аналармен бірге жүргізілетін түсіндіру жұмыстары. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2020 жылғы 19 маусымдағы номер 254 бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы мектепке дейінгі ұйымдардағы құжаттарды қабылдау, балаларды қабылдау, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібінің 22-ші тармағына сәйкес жалпы орта жас тобындағы жоспарлы профилактикалық екпе алмаған балалардың үлесін жасау кезінде 10%-тен астамы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады. Яғни қазір топтарда ұжымдық иммунитеттің шекті деңгейі асып кеткен кезде, яғни балалардың 10%-тен астамы жоспарлы профилактикалық егулерді алмаған жағдайда, осы алмаған балаларда балабақша қабылдауға жол берілмейді. Осы бұйрықтарды негізге ала отырып, қазіргі таңда қабылдаулар
жоспарлы профилактикалық екпелерді қарап, қадағаланып, 10% теңдікті сақтай отырып, ата-аналармен түсінік жұмыстарын жүргізіліп қабылданып жатыр. Яғни осы заңға сәйкес біздерде осы заңдық екпелерді алмаған балаларымызды 10%-тен астам болған жағдайда мектепке дейінгі ұйымға қабылдамау туралы заңдық негіздеме енгізілді. Әрине, соған қарамастан бүгінгі таңда осы екпе алмаған балалар мектепке дейінгі ұйымдарда бұрыннан қабылданған балдарымыз арасында санының көбейтілуі бұл жердегі енді жоспарлы түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруға қажеттілігін туындатып отыр. Қазір мектепке дейінгі ұйымдар өздерінің бекітілген, сол ауданда бекітілген емхана дәрігерлерімен бірлесе отырып, және Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментімен бірлесіп, білім беру ұйымдарының бұл жерде жеке және мемлекеттік бөбекжайларды айтуымызға болады. Қызылша жұқпасы бойынша осы эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру, аурудың таралуын алдын алу және санитарлық талаптарын түсіндіру мақсатында жоспарлы семинарларын өткізіліп жатырмыз. Бұл ата-аналар жиналысында жалпы қызылшаға қарсы профилактикалық ортақ жауапкершілік, қызылшаның алдын алу, ата-ана мен балабақша серіктесі деген тақырып жұмыстарда бізде дәрігерлеріміз келіп, жалпы ата-аналарға осы екпе алудың маңыздылығын, оны алмаған жағдайда қандай бір баланың денсаулығына байланысты зиянын тигізуге мүмкін деген сияқты түсіндіру жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Бұл жер кездесулерде әрине вакцинацияның маңыздығы талқыланып отырады. Облыс бойынша мектепке дейінгі ұйымдар ата-аналармен қызылшаның алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстары, соның ішінде осы екпе алмаған балаларымыздың ата-аналарының тізімін жасақтап, мектепке дейінгі ұйым басшылары және мектептің медбикесі осы ата-аналармен сол емхана дәрігерлерді шақырта отырып, жеке кездесулер ұйымдастырып, түсінік беру жұмыстарын жүргізуде. Осы сәтті пайдалана отырып, әрине біздер барлық ата-аналарға, облыс тұрғындарына осы вакцинацияның пайдалы жақтарын түсіндіріп жатыр мамандарымыз. Осыған байланысты баланың қауіпсіздігін сақтауда алдағы уақытта осындай ауруға тап болмау үшін бәріміз түсіністікпен қарап, қажетті ақпараттарды алып, балаларымыздың екпені уақытында алуына қолдау жасауларыңызды сұраймыз. В дошкольных организациях, вне зависимости от форм собственности, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коре, предупреждения распространения заболевания, разъяснения санитарно-эпидемиологических требований, проводятся семинары и разъяснительные работы. В соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 2020 года об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, прием документов и зачисления детей в дошкольной организации, превышение доли детей, не получивших плановые профилактические прививки, более 10% в средней возрастной группе является основанием для отказа оказания государственной услуги. То есть при превышении порогового уровня коллективного иммунитета в группах более 10% детей, не получивших плановые профилактические прививки, дети, не прошедшие профилактическую вакцинацию, детский сад не принимаются. На основании данных нормативных актов текущий прием осуществляется с обязательной проверки наличия планов профилактических прививок, соблюдением 10% порога, проведением разъяснительной работы с родителями. Эта работа, конечно, ведется в плановом штатном режиме, соответственно установленным требованиям. Совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области были проведены семинары среди образовательных организаций, это частных государственных детских садов, с целью стабилизации эпидемиологической ситуации по коре, предупреждения распространения заболевания и разъяснения санитарно-эпидемиологических требований. На родительских собраниях проведена разъяснительная работа на тему профилактика коры, общая ответственность и профилактика коры, партнерство родителей и детского сада. Родителям были розданы памятки об опасности заболевания корью. Организуются встречи, на которых обсуждается важность вакцинации. По области дошкольной организации вот эту работу проводят целенаправленно, системно. В том числе формируется список родителей, которые не получают детей вакцинации. Руководители дошкольной организации совместно с медицинскими работниками проводят индивидуальные беседы с родителями, которые не получали, дети, которые не получили прививку.
Енді әрине осы жағдайларды ескерте отырып біздер ата-аналарға түсінік жұмыстарын жүргізе отырып, бәрінің уақытында медициналық қызметкерлердің көрсеткені бойынша осы екпені уақытында алуды шақырамыз. Бұл енді балаларымыздың балабақшаға тұрақты түрде барып өзін дамытуына мүмкіндігі туғызады және жағдай жасайды деп айтамыз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Кезекті сұрақ-жауап бөліміне берсек, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, иә? Жақсы, онда алаңға келіп түскен сұрақтардың кезегіне берсек, бірінші сұрақ: қызылша жағдайлары облыстың қай аудандарында көбірек тіркелуде? Қызылша қаланың тұрғындарында көп тіркелуде. Сондай-ақ Даринск, Орал қаланың тұрғындары 6-5 поликлиникада емханада, себебі ол емханаларда салыстыра қарағанда балалар көп, басқа емханалармен салыстырып қарағанда, сондықтан 5-6 емханаларда тіркелу, қызылшамен тіркелу балалардың саны көп. Келесі сұрақ: қызылшаға қарсы екпе алуды кейінге қалдыру қаншалықты қауіпті? Қызылша екпені алмаған адам деп айтқанымыз, не иммунды деп айтамыз ғой жаңағыдай. Солар, егер ол қызылшамен ауырған науқаспен кездессе, 90%-дан жоғары ол ауырып қалады дегенін, даже 100% деп айтуға болады. Неиммундық бала, екпе алмаған бала, неиммундық деп айтамыз, неиммунный, олар 100% ауырып қалады. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағымыз: екпеге қарсы ата-аналармен қандай форматта түсіндіру жұмыстары жүргізілуде? Ажарқын ханым, сізге сұрақ. Енді бұл жерде балабақшаларда бізде медбикелеріміз бар. Бұл медбикелердің негізгі функционалдық міндеттеріне байланысты. Олар таңертең балаларды осы балабақшаға қабылдағаннан бастап, олардың денсаулық жағдайын бақылап отыру керек. Жаңағы температурамен келген жоқ па, жаңа әртүрлі белгілерімен байланысты. Егер де осындай жағдайлар болған жағдайда, әрине ата-аналарына қабылдап, оқшаулау жұмыстарын жүргізеді. Сонымен бірге бұл медбикелеріміз балаларымыздың медициналық құжаттарын зерделей отырып, олардың осы вакцинацияларды, екпелерді уақытында белгіленген көлемде алуын қадағалап отырады. Егер де осы құжаттарына сәйкес екпе алмаған балалар болатын болса, әрине ең бірінші ата-аналармен кездесіп, ата-аналарына түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тырысады. Енді ата-аналар арасында әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Сондықтан да бұл жердегі біздің мақсатымыз ата-аналарды жаңағы осы екпе алуға ынталандыру немесе қолдау үшін біздер кездесулер өткіземіз. Сол жаңа балабақшаның бекітілген емхананың дәрігерлерін шақырамыз, санэпидем станцияның дәрігерлерін шақырамыз, және бір осы екпеге байланысты өздерінің бір ұстанымдар қалыптасқан бір белгілі тұлғалар шақырып, осы екпе алмай жүрген ата-аналармен жеке кездесулер, кестелер, мамандарға сұрақ қою арқылы өздерінің күдіктерін арылтуға мүмкіндік туады. Осы жерде барлық сала бойынша жалпы тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, оның қандай әсері бар деген сияқты мына кері байланыс арқылы ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы, мысалы біздер көптеген ата-аналарымыздың пайыздық өлшемінен осы вакцинация алуына қол жеткізіп отырмыз. Бұл және біздер мониторинг жасап отырамыз. Мысалы кездесудің алдында қанша ата-ана, осы кездесуден кейін қандай ата-аналар келісті екпе алуға деген сияқты. Бұл жердегі жұмыстар тек қана балабақшада емес, және осы әлеуметтік желі арқылы, осы көрермендерге дұрыс ақпаратты беру арқылы қоғам болып бәріміз белсене аралассақ, жүзеге асады деп есептеймін. Осы уақытта енді жеке түсіндіру жұмыстары форматында өткізіліп жатыр. Жақсы, рахмет Дүйіргүл Мұхамедқызы, Ақжарқын Өтеғұлқызы. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.